Баршаңызға сәлем, жеке бренд тақырыбын әлі қозғаймыз. Яғни жеке бренд тақырып бойынша бізде өз брендімізбен Каспиде карточка қосу. Яғни ол үшін біз қандай шарттарды жасауымыз керек? Немесе Каспиде өз брендіміз қосылу үшін, бренд деген жерде өзіміздің бренд көрініп тұру үшін біздің тауар карточкасы қандай күйде болу керек? Міне сіздерге оны бүгін Каспи магазиннің жеке кабинетіне кіріп толықтай өз карточкамызды қосуды көрсетемін. Видеомызды бастамас бұрын біздің каналымызға жазылып, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Енді қараңыздар достар, Каспи магазинге кіріп, білесіздер, өздеріңіздің Каспи магазинге кабинет продавца, яғни компьютер арқылы жеке кабинеттеріңізге кіресіздер. Ал жеке кабинетке қалай кіру керек, оны енді екінің бірі білетін тақырып, ол үшін телефон номерімен SMS код арқылы немесе өздеріңіздің логин пароль арқылы кіресіздер. Жеке кабинетке кіргеннен кейін мына сол жақ бетінде управление товарами деген бөлімді басасыздар. Одан кейін оң жақ бетте, жоғары бетте добавить товар деген бар, осыны басасыздар. Ал енді сіздер телефондағы мобильный версиясы арқылы өздеріңіздің Каспи Пейді қолданатын болсаңыздар, компьютер болмаса немесе компьютермен жасау қиындық тудыратын болса, онда телефон арқылы да оңай жасай бересіздер. Осы жерде айта кетейін, телефон арқылы жіберілген заявка тез қабылданады. Себебі веб-версиядағы жіберілген заявка ұзақ уақыт қаралады. Ал телефон арқылы ол тез қаралады. Сол себепті телефон арқылы жасау оңай, әрі оны тез жасайсыздар. Бірақ өзім бұрыннан бері компьютерде арқылы жасау ыңғайлы болғаннан кейін, әрі сіздерге сабақ ретінде болғаннан кейін, осы компьютер арқылы көрсетеміз. Добавить товар дегенді басасыздар, одан кейін сізде төменгі жақ бетінде создать новый товар деген бар, жаңа товар карточкасын қосу деген көк батырманы басамыз. Бұл батырманы басқаннан кейін сіздерге міндетті түрде тауардың, яғни атын жазып, сіздер қай категорияға кіретінін тапсаңыздар болады, немесе өздеріңіз осы категорияның ішінен кіріп таңдасаңыздар болады. Мысалы, мен сіздерге қосқым келетін тауар түрі, бұл бізде набор, яғни электрический паяльник деп аталынады. Оны сіздерге мен осы карточкаға қарай копировать етіп, тура осы карточкадегі характеристикасы сәйкес тауарды өз брендімен қосып көрсететін боламын. Яғни мына тауар көріп тұрғандарыңыздай, бұл набор, яғни бұл жерде сіздер өздеріңіздің үй жағдайында немесе кез келген затты осы электрический паяльник арқылы өздеріңіз жаңағыдай қолдансаңыздар болады. Бұл жерде қаншама набор түрі бар. Тура біздің тауарда осыған ұқсас, бірақ тура осындай деп айта алмаймын. Сол себепті мен обзор ретінде, яғни образец ретінде осы тауарды алып отырмын. Біз не істейміз? Ең бірінші бізге керегі мына характеристикасы керек. Электрический паяльники деген бөлім керек. Мен мына жерге электрический паяльники деп жаздым. Автоматты түрде Каспи магазиннің өзі маған керекті характеристика, яғни категориялардың бәрін тауып берді. Мен істеймін, мына категориялардың бәрін өзгертпей, автоматты түрде далее батырмасын басамын. Далее батырмасын басқаннан кейін ең бірінші бізге керекті фото. Бұл фотода сіздерге айтқанымдай тауарыңызды заводтан өндіргеннен кейін, немесе оны Қазақстанда өзіңіз брендировать еткен болсаңыз, міндетті түрде товарға фотосессия жасау керек. Әдемі ракурста товарды фотоға түсіресіз, және сәйкесінше сол товарға инфографика жасау керек. Бірақ бізде инфографикасы жоқ, біздегі бар товардың түрімен біз осыны таңдаймыз. Ең бірінші біз таңдауымыз керек, основной бірінші негізгі бетте тұратын товарды таңдаймыз. Міне, яғни біздің негізгі товарымыз таңдалды. Екінші, сол тауардың кейінгі қосалқы бөліктері. Бізде қосалқы бөліктерде міндетті түрде біздің брендіміз көріну керек. Яғни бұл электрический паяльник міндетті түрде набор болғаннан кейін өзінің қорапшасында келеді. Ал енді біздің бренд паяльникте емес, қорапшада жазылса жеткілікті. Егер де сіз паяльникке де жазып қоямын десеңіз, онда оған да жазсаңыз болады. Міне біздің өзіміздің брендіміз көрініп тұрғандай, брендтің
фотосын барлығын жүктедік. Міне негізгі фото, набор барлығы түсінікті. Екінші оның қорабы. Әрі бұл жерде біздің брендтің атауы көрініп тұр. Енді екінші, мына жақта негізгі керекті болатын, яғни жазу керек мәліметтерді біз жазамыз. Яғни бренд, енді қараңыздар, бізге маңызды ақпарат осы жерде қараңыздар. Бренд деген жерге сіз без бренд деп жазып кетсеңіз де болады, немесе өзімнің брендімді қолданамын десеңіз де болады. Біз не істейміз? Мына жерге өзіміздің добавить бренд дегенді басамыз. Осы арқылы бізге тауардың брендтің атын жазамыз. Бізде күн шуақ. Яғни сіздерге осы тауар бойынша тауар таңбасын тіркеуді көрсеткен болатын. Енді осы брендті біз не істейміз? Каспиде өз брендіміз ретінде тіркейміз. Күн шуақ деп брендтің атын жаздым. Осы брендтің аты мен биркасы болса, немесе сол брендтің фотосы анық көрінген түрі болса, соны міндетті түрде не істеуіміз керек? Сол фотоны жүктейміз. Яғни менде оның, яғни жаңағыдай тауардың қорабында брендтің аты бар, соны жүктеймін. Ары қарай бұның егерде сізде сайтты болса, мысалы сіздің өзіңіздің жеке сайтыңыз болса, сол сайттың сілтемесімен бөліссеңіз де болады. Бірақ менде ешқандай сайт жоқ, сол үшін оны бөліспеймін. Ары қарай не істеймін? Добавить бренд деген кнопканы басамын. Яғни мына жерде мен мына бір фотоны алып тастаймын, өйткені менде мына фотода өзімнің брендтің аты көрінген. Сол жеткілікті. Енді ары қарай характеристика бөлімінде білесіздер, карточканы қосу үшін сіздерге тауар туралы ақпараттар керек. Ол үшін тауардың жаңағыдай маңызды деген мына жерде қызыл немен жұлдызшамен тұрған жерлерге маңызды ақпараттарды енгіземіз. Енді ол ақпараттарды қайдан аламын десеңіздер, оны сіздер 1688 сайтынан немесе Taobao тауарды қай жақтан тапсырыс бердіңіз, сол зауыттан немесе жаңағыдай поставщиктен алатын боласыз. Ал менде бұл товарым абразиста бар, бұл товар менде жоқ. Бұл сіздерге жай ғана мысал ретінде болғаннан кейін бұл товарға ұқсас деген Каспиден тапқан товарымның характеристикаларын жаза саламын. Мына жерде менде товардың типі бұл бізде паяльник. Мен сіздерге маңызды көрсеткім келген нәрсе мынау брендті жаңағыдай добавить ету. Және оны добавить ету үшін сіздерден қандай документтер немесе қандай ақпараттар сұрайды, осыны сіздерге көрсету үшін. Және товардың фотосына қандай фотоны жүктеу керегін сіздерге мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Біз мощностына қарай келетін болсақ, мощность бізде 60 Вт. Питание бізде 220. Так, питание электросеть деп қойған екен. Негізі 220 электросеть. Оны да жазсаңыздар болады. Мынада электросеть. Аккумулятордан емес, главный 220 автоматты неден тоқтан прямой не қылады. Жаңағыдай өзінің съемный батарейкасы жоқ, ешқандай қосалқы несі жоқ. Тип нагрев. Нагрев бұл жерде бізде тип нагрев нехромовый дейді. Таңдаймыз. Нехромовый. Максимальная температура нагрева. Так, бізде 450. Так, одан кейін комплектация. Комплектация мына жақтан қараймыз. Бізде паяльник, электрический подставка, нож. И осыны копировать етіп қоямыз комплектацияға. Так, модель артикул. Бұны сіздер өздеріңіз цифрамен немесе белгілі әріп цифра араластырып жазсаңыздар да болады. Бұл бізде күншуақ брендінің несі болған екен, алғашқы әрпін К әрпін, К әрпін қолданам. Одан кейін бұл бізде 19 декабрь болған екен, 19-12. Одан кейін 00 жаңағыдай 25 деп осындай, жоқ, К19-12 деген модель түрін қолдандым. Ары қарай мына жақтағы мынау көрсетілген ақпараттардың бәрін енгізсеңіздер де болады, немесе енгізбесеңіз де болады, себебі бұл маңызды емес ақпараттар.
біз не істедік? Өзімізге керекті деген данныйлардың бәрін енгіздік. Описанияға бұл паяльник электрический незаменимый, мынаны описанияға особенность ретінде жазсаңыздар да болады, немесе мен істеймін. Дальше далее батырмасын басамын. Арқай осы жерге бұл паяльниктің бағасын жазамын, және мендегі бар количествоны жазамын. И сохранить изменение деп жіберемін. Бұл бізде енді 3 күннің аралығында қаралады. Егер де брендім бойынша ешқандай проблема жоқ, тіркейміз десе, мен істеймін, автоматты түрде тауардың ішіне кіремін. Мен мысалы мына товарды карточканы создавать еткен болсам, және менің егерде бұл карточкам продажаға шығып, менің товарлар бөлімінде тұрған болса, бренд тіркелген, тіркелмеген тексеру үшін карточканың ішіне кіргеннен кейін мына жерде бренд деген бөлім бар. Осы жерде сіз өзіңіздің брендіңізді тексересіз. Егер менің брендім ертең тауар таңбам жібергеннен кейін ол 3 күн ішінде қаралып, карточкамды мақұлдаса, мен автоматты түрде бренд деген жеріне кіріп, мына жерде күншуақ деген жазу бар ма, және ол күншуақ деген атаумен тауар тіркелді ма, соны тексеремін. А егерде күншуақ деген атаумен мына жерге ешқандай бренд тіркелмесе, онда менің карточкам күншуақ деген брендпен тіркелген жоқ. А ол тіркелу үшін мен тағы да сол товарды немесе басқа да товарларды бренд деген жерін каждый раз создать свой бренд деп, күншуақ деп жазып, товар тіркей беремін, пока менің брендім бренд деген жерден шықпайынша. Немесе сол карточкамды алып, Каспи чат бөліміне кіріп, Каспи менеджерлерге өтініш берем. Неге менің брендім ол жерде шықпай тұр, неге без бренд деп тұр деп өтініш беремін. А егерде ол өтінішімді қарап, олар маған жаңадай түсініктеме береді. Мүмкін мен салған фотода менің брендімдік товарым екенін дәлелдейтіндей ақпарат жеткіліксіз болса, маған жаңадай басқа да фотоларды жібер деп сұрайды. Биркасы барын, этикеткасы барын, соны фотоға түсір деп. Егерде мен ол фотолардың бәрін жіберген болсам, онда менің брендімді ешқандай қиындықсыз жаңадай тіркеп береді. А егерде менен сұраған уақытында мен жауап бермесем, немесе мен керекті жеткілікті фотоларды жібермеген болсам, онда менің карточкамды без бренд деген күйінде тіркеп жібереді. Без бренд деген сөз, сіздің брендіңіз тіркелмеді деген сөз. Бірақ бренд фото, товардың фотосында бренд ретінде сіздің товарыңыз тұра беруі мүмкін, бірақ бренд деген жерде сіздің брендіңіз көрінбейді. Сол үшін біз не істейміз? Міндетті түрде Каспи жаңағыдай заявка өтініш берген екен карточка қосуға, артынша 1 күн, 2 күн, 3 күн аралығында біз қадағалап отырамыз, қай этапта тұрғанын. Енді компьютерден жібергеннен кейін оны қай жерден көреміз? Ол үшін сол жақ бетте нераспознанные товары деген бөлімге кіресіздер. Осы жерден, мына жерде сіздің жіберген товарыңыз, біздің бүгін жіберген товарымыз на проверке деген бөлімде тұр. Міне, қараңыздар, электрический паяльник бұл бізде қаралу, яғни үстінде. Егерде требуется доработок деген сияқты бөлімге өтсе, ол жақта причинасы жазылып тұрады. Не себепті бұл этапқа өтті, қандай ақпарат жеткіліксіз болып тұр, соны көре аласыздар. А егерде отклон келсе, яғни сіздерге товар таңбаңызбен бренд атауымен тіркемейміз деп сіздерге жаңағыдай өтінішіңізді кері қайтару мүмкін. Ол қандай жағдайда? Сіздің фото карточкасында брендтің суреті там фотошоппен жасалынған болса, бренд анық көрінбей тұрған болса, тауарыңыздың ол брендпен жасалған, немесе әлемдік брендтік товарларын, жаңа Xiaomi, Apple сияқты әлемдік брендтердің товарын брендировать еткен болсаңыз, өйткені ол товар и так та жаңадай танылып болған товарлар. Мысалы, Dyson-ды брендировать етіп қойсаңыз өз брендіңізбен, ондай жағдайда сіздің неңізді отклонить етеді, және оны қабылдамайды. Оны без бренд қыпта, бренд қыпта қабылдамайды. Сол үшін ондай нәрсені жасамауға кеңес беремін. Егерде на проверкадан өтіп, ары қарай тіркелген болса, онда мына жақтан мүлдем жойылып кеткен болса, осы нераспознанный товары деген бөлімде жоқ болса, онда сіз бірден не істейсіз?
управление товарами деген бөлімге кіріп, продажадан өзіңіздің товарыңызды іздейсіз. Немесе архив бөліміне кіріп, сол жақтан снятие с продажи деген бөлімнен кіріп, сол жақтан іздейсіз. Сол кезде сіздің брендіңіз жаңағыдай тіркелген, тіркелмеген, содан қарайсыз. Ал енді брендіңіздің ішінде товарыңыз продажаға шығып кетті, ол бірақ сіздің брендпен тіркелді ма, или басқа брендпен тіркелді ма, оны көру үшін не істейсіз? Жаңа мен айтқандай карточканың ішіне кіріп, өзіңіздің бренд деген жерін қарайсыз. Сіздің брендіңіз жазылып отырса, онда сізді құттықтаймын. Сіздің брендіңіз, яғни брендтік карточкаңыз тіркелді. Сізге не істеу керек? Ары қарай тура сол сияқты өзіңіздің басқа товарларыңыздың бәрін, ассортименттің бәрін қосып, бренд добавить бренд деп, өз брендтік товарларыңызды қосып шығасыз. Міне осылайша сіз өз брендіңізді Каспиде бренд деген бөлімдер бөліміне қосасыз, әрі өз брендіңізбен Каспиде барлық карточкаларыңызды қосатын боласыз. Ал кейінгі этаптар ол бізде өз карточкамызды рейтингін көтеру, ал рейтингін көтеру үшін қандай этаптар бар, оны біз келесі сабақта түсіндіреміз. Достар, видео пайдалы болса, міндетті түрде каналымызға жазылып, лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және өздеріңіз сияқты Каспиде енді бастап жатқан, өздеріңіз сияқты бұрыннан жасап жатқан, бірақ көп ақпаратты түсінбеген жандар болса, біздің каналымыз сізге пайдалы болып, сіздің көптеген сұрақтарыңызға және немесе көптеген проблемаларыңыздың шешімін табуға себепкер болған болса, онда біздің ақпараттармен, біздің каналмен басқа жақындарыңызға, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Олар да бұл ақпараттарды біліп жүрсін. Сіздермен болған Мағжан Зәуірбек.